Салам алейкум туғандар, мына мол жер Некрасова Ремесиная көшесінің кесіліші. Уш жерге бір светофор керек та негізі. Бұл жерден қанша ДТП болады. Кеше жақында бір кіші қайтыс болды шу ДТП-дан шу жерден. Скорый менен деле ДТП болуп. Короче, вообще неме да? Бір аябай ызы шу жерде. Светофор сөз керек. Екі жақтан тең движение көп та, моң қарсаңар. Бұл Некрасова главный көчө. Қарсаңар тұра бересің да шу жердечи. Қандай қылып өтесің вообще түсінік жоқ. Азыр бердечи, мына қылыш керек та. Только наглыйлыққа салыш керек та. Монитор наглыйлыққа салып тұрып өтіп кетпесең, жизнь өте албайсың. Наглость второй шасси деп тұрып, айда, братва, айда. Деп тұрып минтер өтіп кетесің да. Көрдің? Сүзіп алса қоқыс, мысалы үшін мен өтейін дегенде, моғы Nexia негізі мұның жолы болчу. Башқа айла жоқ. Мына моғы жерде светофор бардағын. Мына кейінгі көчеде. Бұл светофор берде машина деле шықпайды. Бұл светофордың керегі деле жоқ өзі. Ушуну алып туруп ошол жака коюп коюш керек. А бирок муну айтып атабыз, деп атабыз. Көңүл бурган киши жок да, короче. Өткөндө могу шаардык кеңешке кандидатурасын койгон талапкерлерге мен айттым элем, партияларгачы. Жолугушууга келип, эл менен жолукканда айттым элем, ушул светофорду ошол жерге коюп бергиле, силерден сураныч десем. Кыскасы айтканда, бул болбойт экен деди. Канча деген акчаны талап кылат экен. Ошон үчүн азырынча муну эч ким жылдырбайт деп ачык эле айтып койду анычы. Ошон үчүн жылдырып коюш керек да мунучу. ДТП бола берет жылдырбасаңар.